Сәлеметсіздер ме, өнерсүйер қауым? Бүгін ел.kz ақпараттық танымдық порталында фортепиано үйрену сабағын бастаймыз. Мен өзімді таныстыра кетсем, менің есімім Әбілда Гүлнұр. Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі, жас маман, балалар музыка және өнер мектептерінің мұғалімі, концертмейстер, пианист. Алдымен фортепиано аспабымен танысып алайық. Фортепиано ол ішекті соқпалы клавишті аспап. Оны Италияда алғаш рет 18 ғасырда аспап шебері Бартоломео Кристофори ойлап тапқан. Ол итальян сөздерінен форте және пиано деген сөздерінен тұрады. Форте дегеніміз ол дыбысты қатты, дауыспен ойнау деген мағынаны білдіреді, және пиано деген ол ақырын ойнау деген мағынаны білдіреді. Оның рояль түрі де бар. Екеуінің де дыбыс көлемі 7 октавы және 88 ақ пен қара клавиштерінен тұрады. Екеуінде де оларда педалі бар, 3 педальдан тұрады. Оң жақ педалі ол дыбысты форте және ұзақ дыбысталуын қамтамасыз етсе, сол жақ педалі ол пианода ақырын ойнауға арналған. Ал ортаңғы педаль дыбысты жартылай шығарады. Бұл фортепиано аспабында негізі музыкада орындалатын міндеттері көп. Фортепиано аспабында жеке ойнауға, оркестрмен бірге фортепианоға арналған концерттерді ойнауға, және де басқа аспаптармен, мысалға скрипка, виолончель, домбыра, үрмелі аспаптар секілді тағы басқалармен сүйемелдеп керемет музыкаларды үндестіруге болады. Қазіргі таңда фортепианоның классикалық электронды синтезатор түрлері бар. Классикалық түрі дегеніміз ол ішекті аспап, ішегі бар, яғни ағаштан жасалған, және де толық 88 клавиші бар, көлемі үлкен аспап болып келеді. Ал электронды дегеніміз, өздеріңіз көріп отырғандай, мынау алдында тұрған электронды аспап. Ол тоқ көзімен жұмыс жасайды, толық 88 клавиші бар, ақ пен қарадан тұратын, және де көлемі орташа. Енді кезекте ноталарды үйренейік. Егер де кез келген тілдің ең басты маңыздылығы әріптерінде болса, ол музыка тілінде ол ноталар. Олар жетеу: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Енді осы ноталарды біз осы фортепиано аспабында тауып, қай жерде орналасатынын үйренейік. Мысалы, қараңыздар, осы фортепиано инструментінде бізде ақ клавиштер бар және қара клавиштер бар. Көріп тұрғандарыңыздай ақ клавиштер кезек-кезек орналасқан, ал қара клавиштер екеу, үшеу болып топтасып тұр. Енді сол екі қараның сол жағында мынау дыбыс ол до болып келеді. Әрі қарай доны тапқан кезде бұл жерде 7 доны табуымыз керек. Мына жақтан бастап 7 доны ойнаймыз. Келесі нотамыз ол ре. Мына доны таптық, жанындағысы ре болып келеді. Және де осы жерде 7 рені ойнаймыз. Мына жақта. Үшінші нотамыз ол ми. До, ре, ми. Жанында тұрған. Мына жақтамыз. Келесі фа. Соль. Ля. Және де соңғы нотамыз си. Енді барлық нотаны кезек-кезегімен ойнап шығайық. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Енді төменгі бағытта. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Енді оларды жазылу тәртібіне келетін болсақ. Мысалға, мына жерде қарап отқандарыңыздай. Бірінші нота до.
Ол қосымша сызық арқылы жазылады. Қосымша сызық сызылып, соның үстіне домалақ шай келіп, до нотасын жазамыз. Одан кейін кішкене көтерілеміз. Ре. Одан кейін ми. Фа, соль, ля, си. Әрі қарай бізде екінші октава басталады. Осы бірінші октава инструменттегі мынау додан басталып, мынау доға дейінгі аралықта. Әрі қарай мына жерден мынау додан басталып, әрі қарай мынау доға дейін мынау аралықты. Және де бізде нотаны жазбас бұрын алдында кілттерді қоямыз. Бұл соль кілті деп аталады. Ал мынау екіншісі бас кілті. Бізде осы ноталар жиынтығын октава деп атаймыз. Фортепианода олар 7 октава. Со октаваны үйренейік. Дәл алдымызда тұрған бізде ол бірінші октава. Әрі қарай екінші октава. Додан доға дейін үшінші октава. Және де төртінші октава. Бірінші октаваның сол жағы кіші октава деп аталады. Одан кейін үлкен октава. Әрі қарай контр октава. Бірінші октаваның ноталарын ойнайық. Додан доға дейін. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Әрі қарай екінші октаваның ноталары. Мынау до нотасынан басталады. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Енді артқа қарай. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Әрі қарай бірінші октава. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Тағы да төмен қарай түсетін болсақ, оны сол қолмен орындаймыз. Мынау кіші октаваны. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Төмен қарай бақты. Енді жоғарыға қарай орындаймыз. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Одан кейін үлкен октаваны. Мына жақта. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Төмен қарай. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Сонымен бізге керек 4 октаваны үйреніп шықтық. Ендігі кезекте біз фортепиано аспабында қалай дұрыс отыру керек тәртібін үйренеміз. Алдымен біз педальға қараймыз. Аяғымызды дұрысынан қойып аламыз. Дұрысынан қойған кезде педальдың алдында аяғымыз тұру керек. Жан-жаққа шашырамай, өзімізге тартып алуға болмайды. Өйткені бұл аяқ біздің тірегіміз. Бізді тіреп тұратын, алдағы қарай ауып кетпес үшін тіреп тұратын тірегіміз. Әрі қарай аспап пен адам денесінің арасында қандай ара қашықтық болу керек. Біздің шынтақ пен білектің арасында қандай ара қашықтық, дене мен аспап арасында сондай қашықтық болғаны жөн. Дүзу отырамыз, қолдарымызды қоямыз. Және де саусақпен ойнаған кезде біздің саусақтарымыз дөңгеленіп, төмен қарап тұрғандары дұрыс. Дөңгеленіп, бәрі төмен қарайды. Мысалы, бізде алманы ұстағанда, немесе кішкентай допты ұстаған кезде біз дөңгелетеміз ғой. Сол секілді дөңгелетіп, сол саусақтарды қоямыз. Әр саусақты қойып ойнаймыз. Осы жерде айта кететін маңызды сәт, бізде ойнаған кезде инструментке жақын отырмауымыз керек, және де алыс отырмауымыз керек. Және де ол иықты көтермегеніміз дұрыс. Иық еркін тұрады, сол иықтан бастап түсетін салмақпен ғана клавишті басып ойнаймыз. Және де оң қолмен.
енді өнерсүйер қауым, біз бүгін фортепиано сабағында аспаппен таныстық, қалай отыру керек тәртібін үйрендік, ноталарды үйрендік. Осы берген мағлұматты дұрыс түсіндіңіздер деп ойлаймын. Келесі сабақта біз шағын шығармаларды ойнап үйренеміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.